әріптестер, қонақтар. Біз қалалық білім берудегі жаңа технологиялардың ғылыми-әдістемелік орталығы және Бөлтірік Атқанұлы атындағы нөмір 6 гимназия бірлесіп ұйымдастырған Алматы мектебі бағдарламасын жүзеге асыру аясындағы заманауи білім берудегі оқушы шығармашылығын қалыптастыру және дамыту жолдары атты халықаралық ғылыми конференция өткізіп жатырмыз. Кеше бүгін соның аясында екінші күні осы Алматы мектептері жобасын алып отырмыз. Сіздерді көргенімізге қуаныштымыз. Бірінші сөз құрметті әріптестер, мен бастауыш сынып мұғалима Месебаева Айгүл өзімнің бірінші сыныпқа арналған көңілді грамматиканы қызықты әрі тиімді оқытудың жолы атты бірінші сыныптарға арналған элективті курстың ерекшелігімен таныстырғым келеді. Бағдарламаның негізгі мақсаты қазақ тілі пәнінен білім беру сапасын арттыру, жаңартылған білім беруді жандандыру және оқушылардың функционалдық сауаттылығын көтеру мақсатында жаңа форматтағы тапсырмалардың ерекшелігін терең білуіне, түсінуіне және логикалық ойлауын жетілдіруге негізделген. Бағдарламаның міндеттері оқушылардың грамматикалық білімдерін жүйелеу және кеңейту, грамматикалық ережелерді қолдану дағдыларын жетілдіру, тілдік сезімталдықты және тілдік талғампаздықты дамыту, шығармашылық қабілеттерін және ойлау қабілеттерін дамыту, грамматиканы оқуға деген қызығушылықтарын арттыру. Жалпы бағдарламаның өзектілігіне келетін болсақ, бұл курс бірінші сынып оқушыларына арналып жасалған. Бұл курс бірінші сынып оқушыларының тіл білуге деген дағдыларын қалыптастырады. Сонымен қатар олардың шығармашылық қабілеттерін арттыруға мүмкіндік беретін маңызды қадам болып табылады. Екіншіден, грамматиканың негізгі қағидаларын жеңіл әрі қызықты түрде түсіндіру бұл балалардың пәнге деген қызығушылығын арттыру үшін өте қажет. Үшіншіден, оқу процесінде балалардың сөйлеу мәдениетін дамытуға, сөздік қорларын байытуға, дұрыс жазу және айту дағдыларын қалыптастыруға көмектеседі. Бағдарламаның жаңашылдығына тоқталатын болсақ, мұнда жаңа тәсілдер бағдарлама оқушылардың тілдік негізгі заңдылықтарын түсіндіріп қана қоймай, олардың шығармашылық тұрғыдан ойлауға жетелейтін әдістемелерді қолданады. Бұл ойындар, әртүрлі тапсырмалар, көрнекі құралдар, интерактивті жаттығулар арқылы жүзеге асырылады. Екінші жаңашылдығына тоқталатын болсақ, ол көрнекілік және ойын әдісі. Балалар тек бұл бағдарламада теорияны ғана меңгеріп қана қоймайды, сонымен қатар түрлі ойындар мен тәжірибелік тапсырмаларды орындау арқылы грамматикалық ережелерді өз бетімен үйренеді. Үшіншіден, тілдік және ақыл-ой дамуының үйлесімі. Грамматикалық дағдыларды меңгеру, балалардың сөйлеу мәдениетін жетілдіруге, ойлау қабілеттерін арттыруға және танымдық белсенділігін дамытуға ықпал етеді. Енді біз мына бағдарламада белсенді оқу әдістерін оқу мақсатын жетуге ықпал етеді. Яғни, мысалы біз бірінші сынып, жалпы бастауыш сынып оқушылары қимыл ойындарын, ән айту сияқты жаңағы әдістерді қолданғанымызды ұнатады жалпы. Ән айту арқылы, қимылдар арқылы оқу, оның мазмұны ән айту, қимылдар жасау балалардың назарын аударып, сабаққа қызығушылықтарын арттырады. Әндер арқылы сөз таптарын, сөйлеу құрылымдарын үйретуге болады. Мысалы, сөйлем құрастыру әні балалар сөздерді белгілі бір әуенмен айтып, олардан дұрыс сөйлемдер құрастырады. Қимылдар мен сөздер ойыны мұғалім сөздерді немесе сөйлемдерді айтады, ал оқушылар сол сөздермен немесе сөйлемдермен сәйкес қимылдар жасап жауап береді. Артықшылығы, бұл әдіс балалардың көңілін көтеріп, оқу процесін жеңіл және көңілді етеді. Сөздерді жаттауына көмектеседі.
Енді топтық жұмысты барлықтарыңызда пайдаланасыздар. Бұл әдіс тәсілде, бұл бағдарламада да топтық жұмыстарды пайдалануға болады. Яғни балаларды топтарға бөліп, оларды бірігіп жұмыс істеуге үйретуге болады. Әр топ грамматикалық тапсырмаларды бірлесіп шешеді, жауаптарын бірге талқылайды. Мысалы, сөздер әлемі. Әр топқа белгілі бір сөз таптары, зат есім, сын есім, етістік сияқты сөз таптары беріледі. Олар сол сөздермен сөйлемдерді құрастырып, тақтаға жазып көрсетеді. Немесе тапсырмалар картасы. Әр топ грамматикалық тапсырмаларды орындау үшін карталар беріледі. Олар тапсырмаларды орындап, дұрыс жауапты басқа топтарға ұсына алады. Артықшылығы, топтық жұмыс балалардың бір-бірімен сөйлесуіне, пікір алмасуға, жұмыс істеуге үйретеді. Бұл олардың әлеуметтік дағдыларын дамытады. Келесі қолдану және қайталау дейді. Ағылшын тілінде практика репетинг деп аталады. Яғни оқушылардың грамматикалық ережелерді дұрыс түсіну үшін қайталау өте маңызды болып табылады. Яғни балалар осы арқылы өз дағдыларын шыңдайды. Оқушыларға бірнеше сөз берілсе, солар сөздерден дұрыс сөйлемдер құрастыруға үйренеді. Бұндағы артықшылық жаттығулар мен қайталаулар арқылы балалар грамматиканы тереңірек дұрыс түсініп, дұрыс қолдануды үйренеді. Енді мен соңында нәтижесін айтайын. Нәтижесінде тілдік дағдыларды дамыту оқушылардың сөздік қорын байытып, сөйлеу мәдениетін жақсартады. Олар грамматикалық құрылымдар өздігінен қолдану дағдыларын игереді, сөйлеу мен жазу қабілеттері дамиды. Нәтижесінде оқушылардың ауызша немесе жазбаша тілінде грамматикалық қателер саны азаяды, сөйлемдер мен мәтіндер құрастыруға өзіндік сенімділіктері пайда болады. Тілге деген қызығушылықты арттыру. Оқушылар грамматиканы ойын арқылы оқыған кезде олардың пәнге деген қызығушылықтары артады. Курстың әртүрлі әдістері мен тәсілдері оқушыларды ынталандырып, оларды тілге деген қызығушылыққа баулиды. Нәтижесінде оқушылар грамматиканы тек қана міндетті пән ретінде емес, қызықты әрі шығармашылық процесс ретінде қабылдайды. Өзін-өзі бағалау және сыни ойлау қабілеттерін дамыту. Курстың барысында оқушылар өздерінің жетістіктерін бағалап, грамматикалық ережелерді дұрыс қолдану арқылы өз қателерін түсініп, оны түзетуге үйренеді. Нәтижесінде оқушылар өз білімін бағалай алатын, сын тұрғысынан ойлай алатын жеке тұлға ретінде қалыптасады. Сөзімнің соңында білім алу батылдық, оны толықтыру даналық, ал шебер қолдана білу өнер деп айтпақшы.